KPMG халықаралық сарапшылардың айтуынша, Қазақстан байлығының жартысы 162 адамға тиесілі екен. Соның ішінде 2022 жылғы ең бай деген топ 50 адамды Forbes жасаған рейтинг бойынша қарастырамыз. Бүгінгі видеода рейтингті төменнен жоғары қарай көрсететін боламын. Рейтингте олардың байлығының саны, табыс көздері және ірі акциялары көрсетіледі. Видеоның соңында Қазақстандағы ең бай адам туралы біле аласыздар. Сол себепті видеоны соңына дейін көріп, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ерлан Баймұратов, байлығы $85 миллион. Серік Толықбаев, байлығы $101 миллион. Александр Дереглазов, байлығы $102 миллион. Сайдулла Қожабаев, байлығы $120 миллион. Ержан Достыбаев, байлығы $130 миллион. Алмас Мыңбаев, байлығы $140 миллион. Асхат Омаров, байлығы $146 миллион. Ерлік Балфанбаев, байлығы $150 миллион. Серік Төлбасов, байлығы $155 миллион. Нұрбол Назарбаев, байлығы $160 миллион. Дәулет Нұржанов, байлығы $168 миллион. Қанат Көпбаев, байлығы $168 миллион. Қайрат Мажибаев, байлығы $182 миллион. Алмас Сұлтанғазин, байлығы $187 миллион. Бауыржан Исабаев, байлығы $194 миллион. Александр Гарбер, байлығы $205 миллион. Марат Сарсенов, байлығы $208 миллион. Яков Цхай, байлығы $216 миллион. Айдан Карибжанов, байлығы $236 миллион. Эдуард Ким, байлығы $240 миллион. Владислав Ким, байлығы $242 миллион. Бақытбек Байсейітов, байлығы $250 миллион. Бахаридин Аблазимов, байлығы $253 миллион. Мұқашевтар әулеті, байлығы $254 миллион. Нурали Алиев, байлығы $263 миллион. Данияр Абулғазин, байлығы $285 миллион. Қайрат Итемгенов, байлығы $298 миллион. Владимир Джуманбаев,
байлығы 323 миллион доллар. Сейітжановтар әулеті, байлығы 331 миллион доллар. Еркін Татишев, байлығы 335 миллион доллар. Сергей Кан, байлығы 374 миллион доллар. Ғалымжан Есенов, байлығы 408 миллион доллар. Дін Мұхаммед Идрисов, байлығы 415 миллион доллар. Айдын Рахымбаев, байлығы 510 миллион доллар. Олег Новачук, байлығы 520 миллион доллар. Александр Клебанов, байлығы 580 миллион доллар. Эдуард Огай, байлығы 583 миллион доллар. Дариға Назарбаева, байлығы 584 миллион доллар. Беловичтер әулеті, байлығы 705 миллион доллар. Нұрлан Смагулов, байлығы 750 миллион доллар. Сәрсеновтар әулеті, байлығы 897 миллион доллар. Кеңес Рақышев, байлығы 960 миллион доллар. Ибрагимовтар әулеті, байлықтары 1 миллиард 290 миллион доллар. Тимур Турлов, байлығы 2 миллиард 200 миллион доллар. Болат Өтемұратов, байлығы 2 миллиард 800 миллион доллар. Михаил Ламтадзе, байлығы 3 миллиард доллар. Вячеслав Ким, байлығы 3 миллиард 200 миллион доллар. Динара Құлыбаева, байлығы 3 миллиард 900 миллион доллар. Тимур Құлыбаев, байлығы 3 миллиард 900 миллион доллар. Владимир Ким, байлығы 5 миллиард доллар. Өз ой-пікірлеріңізді комментарияға жаза кетіңіздер. Осындай және басқа да қызықты видеоларды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп қоңырау батырмасын басыңыз.